صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وعليكم السلام ورحمة الله. Kechagi soatda tavassul ne ekenin және василадан мақсат не екенін айттық, иә? Содан нәтиже қылатын болсақ, кешегі айтқандай, васила неге қайтады дедік? Васила неге қайтады? Амалға, иә? Амалға. Осылай анық болған нәрсе болса да, адамдардың арасында тәвассул десе, бұл дуа деп осылай көп таралып кеткен адамдар. Тәвассул десе нені түсінеді? Дуаны түсінеді. Тәвассул десе дуаны түсініп қалған. Тура адамдар садақа десе нені түсінеді адамдар? Ақшаны түсінеді. Садақа десе ақша түсінеді. Солай ма жоқ? Негізінде садақа не емес? Тек қана ақша емес. Бәлкім садақа деген сыдыққа қайтады. Сыдық шындық. Аллах субханаху ва таалаға шын көңіліңнен біреуге жақсылық ету бабында істелінген нәрсені не деп айтылады? Садақа деп айтылады. Сол үшін хадисте Наби саллаллаху алейхи ва саллам ешбір нәрсе істемесең де адамдарға жамандық қылма, жақсылық қыла алмайсың ба? Жамандық қылма, сонда өзіңнен өзіңе садақа болады дейді. Солай ма жоқ? Қандай өз жерде өзінен өзі садақа? Ол ақша істеп жатқан жоқ. Не қылып жатыр? Біреулерге жамандық істеудің жолын тосып жатыр өзінен. Ол жақсылық істеп жатыр ма? Жоқ. Яғни біреуге пайдалы жұмыс істеп жатыр ма? Жоқ. Біреуге зияны тимейтін нәрсені істеудің өзі де бұл амал болып есептеледі. Жүректен. Осы мұсылмандарға зияны тимесін. Аман жүрейінші. Түсінікті ме жоқ? Біреуге бір әсерлі, бір жаман сөз, жаман іс істеп жүрмей. Сақтанып жүрейінші деп жүрсе, бұл не істеп жүрген болады бұл? Сол ниетпен сақтан, ол садақа істеп жатыр. Бір бауырыңның көңіліне қуанышты кіргізетін суретте ашық бір бетпен жолықсан, бұл садақа. Өзіңнің шелегіңнен суды біреуге құйып берсең, садақа. Біреу жолды іздеп жүрген болса, соған жолды көрсетіп берсең, садақа. Біреу жүгін машинесіне жүктеп жатыр, ол мұқтаж емес саған. Мұқтаж болмауы да мүмкін. Соған әшейін бір жәрдемдесіп берсең, садақа. Әйеліңе тамақ берсең, садақа. Тіпті Наби саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Әйелінің аузына тамақ салып қойсаң да, көңілін көтеріп қою үшін, қуандырып қою үшін. Бұл не болып есептеледі? Садақа. Демек садақаның мағынасы шариғатта өте кең, шектеу қиын. Бағанағы келген хадистердегі олардың барлығы мысалдар. Мысалы да көп өзі. Түсінікті ме жоқ па? Адамдардың тарлығынан садақаны соған не? Шектеп қойған. Әке шешеге садақа дегенде нені түсінеді адамдар? Тек қана нені түсінеді? Әке шешеге садақа не түсінеді? 20-40-ы жетісін түсінеді, болды. Солай ма жоқ па? Пәленші әкесіне садақа беріп жатыр екен. Не ол садақа? 20-сы, 40-ы болды. Сол 20-40-ы өтіп кетсе, бітті содан кейін. Әке шешеге де садақа да жоқ. Егер осы нәрселерді істемеңдер десе, бірден адамдар не? Маналар әке шешеге садақа етуден қайтарып жатыр. Әке шешеге жақсылық қылудан қайтарып жатыр. Сөйте ме жоқ па? Садақа тура сол бағанағы не? Құран оқып,
бағыштаудан басқа ең арзан, ең тегін нәрсе адамдар үшін. Молдаға берілетін болмаған бірнеңке теңге. Солай ма жоқ па? Әке-шешеңнен жетім бақ. Әке-шешең атынан жесір бақ. Әке-шешең атынан көпір сал. Қолынан келе ме? Жол жөнде. Адамдардың бізде алхамдулиллах енді тыныштық, сәлеметтік елде жүрміз, намаздарымыз сәлемет болсын деп жолдарға намазханалар сал. Міне Меккенің, Мединенің жолында көрдіңдер ғой. Мешіт табылмаған жерде не қылып қойған? Бір 4-5 бірдеңке көтеріп, бір бочкаға су құйып қойып қойған, қыбланы көрсетіп. Кезі-кезімен біреулер келіп су құйып тұрады. Шөлде намазхана ол. Намазхана. Мұсалла деп айтылады. 5 уақыт намаз оқылмайды. Бірақ жолдан кете жатқан адам тоқтап, сол жерде дәрет алып, кішігірім бір қазып қажетхана қылып қойған. Түсінікті ме? Намазын оқып, Раббісіне құлшылық. Міне, әкеңе істе осыны. Көп дүние кетпейді оған. Пәленбай мың теңгені жинап, тоқтарды тойғызып, рияменен істелетін бір садақаның орнына бір намазхана ашып қоймайсың ба әкеге, анаңа? Әкеңе, анаңа садақа қылатын, садақа ретінде, садақа жария тағы анандай жеп, сомен кететін нәрсе емес бұл, садақа жария. Сауабы тоқтамайтын нәрсе. Солай ма жоқ? Міне, осыны істемейді. Әке-шешеге садақа дегенде сол тамақты түсінеді, немесе Құран бағыштауды түсінеді. Ол да Аллаху алам қаншасы сүндетке сай, қаншасы риямен болып жатыр. Солай ма жоқ па? Сол үшін тәуәссүл дегенде де адамдардың арасында танықты болған нәрсе сол дуа. Негізінде бұл дуа тәуәссүлдің бір түрі. Солай ма? Тәуәссүл не дедік біз? Жақсы амал дедік. Солай ма жоқ па? Құлшылық, Аллахқа құлшылық етудің бір жолы. Бір нәрсені себеп қылып Аллахқа не қылу? Құлшылық жасап. Солай ма жоқ па? Дуа Аллахқа құлшылықтың бір несі? Жолы. Солай ма жоқ па? Себеп Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде кім Аллах егер қай бір пенде Аллахтан сұрамаса, Аллах ашуланады дейді. А пенделер кімнен сұрайды? Сұраса ашуланатын пенделерден сұрайды. Сұрамаса ашуланатын Аллахты ұмытып қояды. Ұмытқаны деген оған кәпір болды деген емес. Жүрегіне ең бірінші байланатын нәрсе Аллахқа мұқтаждықты ұмытып қояды адамдар. Тура сол сияқты бұл тәуәссүлда кең бір амалдың жолына айтылады. Себеп дедік қой, бір нәрсе себепті, бір амалды істеп Аллахқа құлшылық етудің бір жолы. Дуа сол тәуәссүлдің бір жолы, себептерінің бірі. Содан тәуәссүл мәселесіне кіріп келе жатқан уақытымызда айтамыз, ғалымдар айтады, тәуәссүлдің екі түрі бар. Дуада, жалпы тәуәссүлде емес, дуа арқалы тәуәссүл қылғанымызда оның несі бар? Екі түрі бар. Шариғатта енді дуа болғаннан кейін дуаны не деп айтты Наби саллаллаху алейхи вассалам? Ол құлшылық деді. Дуа құлшылық болғаннан кейін, құлшылықтың дұрыс болу үшін несі керек? Кеше айттық оны, қай бір жақсылық болатын болса, оның екі шарты болмаса кетті ол. Қаншалық таудай үлкен амал болмасын, бір шарты жоқ болса кетті. Екі шарты бірден жиналу керек. Қазір айтып жатырмыз, дуа не деп айттық? Құлшылық. Құлшылық болғаннан кейін оның екі шарты керек. Бірінші шарты Аллахқа ықыласпенен, екінші шарты не? Сүннаға сай келу керек. Енді тәуәссүл қылып дуа қылуда ол не? Құлшылық болғаннан кейін оның да екі шарты керек. Екі шарты болмаса, не ол ширк болады, немесе бидат болады. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін осы тәуәссүлді да дуа арқалы тәуәссүл қылуды да Наби саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінен үйренуіміз керек. Шариғатта келген дәлел арқалы үйренуіміз керек. Бір қарайықшы, шариғатта осы тәуәссүл туралы не келген екен? Осындай бір құлшылық болғаннан кейін өткен хадистерде, өткен күндердегі сабақтарда айттық. Наби саллаллаху алейхи вассалам өзі айтқан, қандай бір жәннатқа жақындататын себеп болатын болса, мен сендерге
үйреттім, жеткіздім. Қандай тозаққа алып баратын нәрсе болатын болса, одан не ескерттім деді. Бұл тавассулда Аллахқа құлшылық ету, дуа арқылы құлшылық етуде жаннатқа жақындататын амал. Оны да сөзсіз не болу керек? Наби саллаллаху алейхи вассалам көрсеткен болу керек. Көрсетпесе, демек ол не емес? Дінден емес. Егер Наби саллаллаху алейхи вассалам көрсетпеген болса, демек ашық айта аламыз, ол неден емес? Діннен емес. Не қорқасың? Олай ма жоқ? Қорқатын жер жоқ. Осы діннен ме жоқ па? Біз айтамыз, діннен емес деп айтпаймыз бірден. Егер шариғатта келген болса, діннен. Шариғатта келмеді ме, демек діннен емес. Солай ма жоқ па? Осы жерде діннен ба, діннен емес па деген кім дәлел келтіреді? Түсіндіңдер ме сұрақты жоқ па? Сұрақты түсіндіңдер ме? Яғни қазір сен мен келіспей қалдық. Осы діннен ба, осы тавассулмен дуа қылу діннен емес па деп екеуміз келіспей қалдық. Солай ма жоқ па? Кім дәлел келтіру керек па? Мен діннен емес десем, мысал, сен діннен деп жатсың, дұрыс па жоқ па? Кім дәлел келтіру керек осы жерде? Діннен деген адам дәлел. Себебі әрбір нәрсе дінге қатысты болатын болса, ол дәлел келтіру керек. Солай ма жоқ па? Амма дүниеви іске келетін болса, солай ма жоқ па? Бола ма, болмай ма дегенде келіспей қалсақ, кім дәлел келтіру керек? Болмайды деген. Мысал қазір алдымызға бір тамақ алып келді. Қазақтар танымайтын тамақ. Өмір көрмегенбіз. Солай ма жоқ? Адал ма, арам ба? Мединеде отырмыз, осы жерде, қонақ үйде отырмыз. Бір ана бауырлар ғой, оны Индонезия деген ана сол жақтан бір керемет бір түрлі тамақтар дейді солар. Өздері үшін бізге бес бармақтан гөрі қымбаттау шығар енді өздеріне. Бірақ біз көргенде бір көңілің тартпай тұрады мысалы. Сол адал ма, арам ба, жесек бола ма, болмай ма деген сұрақ келсе, біз бірден не дейміз? Мұсылманның тамағы ма? Адал. Кім арам десе, не алып келеді? Дәлел алып келдіміз. Себебі асыл дүниенің ісінде адалдық. Діннің ісінде келетін болса, асыл шек. Дәлел келді, сонда ғана істейміз. Дәлел келмесе, істемейміз. Наби саллаллаху алейхи вассалам осылай намаз оқыған, осылай сүндет болады десе. Осылай намаз оқыған, мынандай намаз бар, мынандай бір қасиетті намаз бар екен, осы оқыса мынандай ажыр болады екен. Ой, сауап екен деп істей береміз ба? Жоқ, дәлел келтіреміз. Себебі Наби саллаллаху алейхи вассалам айтты ма, айтпады ма? Мынандай зікір бар екен, соны істесе мынандай ажыр болады екен дейді. Солай ма жоқ па? Сұраймыз, қаяқтан алдың ба? Кім үйретті саған ол нәрсені? Бухаридан алдың ба, Муслимнен алдың ба? Солай ма жоқ па? Немесе саған үйреткен адам қаяқтан алды? Ақиқатта хадисте келген ба жоқ па? Келген болса, ол хадистің өзі дұрыс хадис пе жоқ, әлсіз хадис па? Түсінікті ме жоқ па? Осыған қарап. Тавассул да сондай бір біз шариғаттан деп айтып жатқан нәрсеміз, дүниеміз. Шариғаттан айтып жатырмыз. Шариғаттан айтып жатырмыз ба? Демек оның несі керек? Құжат дәлелі керек. Енді Наби саллаллаху алейхи уассаламның көрсеткен шариғатындағы тавассул бабына келетін болсақ, ол тавассул Наби саллаллаху алейхи вассаламның сөзінен, аяттан, хадистен көретін болсақ, дуа арқылы, дуада істетілген тавассулдар үшке бөлінген екен. Тавассул нешеге бөлінген екен? Үшке бөлінген екен. Біріншісі, қазір әрбіріне қысқаша айтып, әрбіріне біреуден болса да, үшеуден болса да бір мысал келтіруге әрекет қыламыз. Біріншісі, Аллах субханаху ва тааланың есім сипаттарын айтып, Аллахты ұлықтап, солай ма жоқ па? Соны себеп ретінде Аллахқа дуа қылып сұрау. Екіншісі, адам Аллахқа ықыласпенен орындаған амалын еске алып, соның ықыласын еске алып, өзінің құлшылықта болған екенін Аллахқа айту, пенделігін айтып тұрып, дуасының қабыл болуын сұрау.
Үшіншісі, жақсылықта өткен, сәлеметтікте болған, тірі алдында тұрған адамнан не қыласың? Саған дуа қылып беруді не қыласың? Сұрайсың. Осы тәуәссүлдердің несі? Түрлері, тәуәссүлдің түрлері. Енді біреулеп келетін болсақ, біріншісі Аллах субханаху ва тағаланың есім сипаттарымен дуа қылу. Аллах айтады, Араф сүресінің 180-ші аятында айтады: "Валиллахил асмаул хусна фад'ууху биха". Валиллахи ал асмаул хусна. Аллахтың көркем, әдемі есімдері бар. Фад'ууху биха. Сол есімдер менен Аллахқа дуа қылыңдар. Менен, сол есімдер менен, яғни тавассул қылып сұраңдар. Түсінікті ме, жоқ па? Қазір Наби саллаллаху алейхи уассаламның сөзінде, дуасында бізге үйреткен өте көркем дуалары бар. Сол дуада осы аяттың амалы бар. Сол дуаларда не? Осы Аллахтың есімдерімен дуа қылыңдар деген мағынаның несі бар? Амалда көрсетілген жолы бар. Имам Ахмад рахимахуллахтың мұснадында шығарылған хадисте, Ибн Масуд радиаллаху анхуның хадисінде Наби саллаллаху алейхи уассалам айтады: қай бір адамға қапалық және қайғы жолықса, қайғы, қапалық, қиыншылық жолықса, содан ол Аллахқа осылай деп дуа қылса, Аллах субханаху ва таала оның қайғысын кеткізіп, ол қайғының орнына қуаныш береді дейді. Түсінікті ме, жоқ па? Ол қандай дуа екен? Қайғысыз мұсылман бар ма? Жалпы қайғысыз адам жоқ қой. Солай ма, жоқ па? Бірақ қайғының қайғысы бар да. Сол қайғы басына түскен уақытта осыны айтылатын, келешекте айтылатын дуаны істетіп, момын Аллахқа дуа қылса, Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, не деп? Аллах ол қайғысын кеткізіп, қапалығын кеткізіп, оған қуанышты ауыстырып береді деп жатыр. Не деп дуа қылады? Бұлай: Аллахумма инни абдука ва ибну абдика ва ибну аматик насияти биядик мадин фия хукмук адлун фия қадаук деп дуаның ар жағы бар. Ей Раббым Аллах, мен сенің пендеңмін. Сенің пендеңнің баласымын. Сенің де анасында айтады. Түсінікті ме? Менің бүткіл істерімнің барлығы сенің қолында. Менің үстімде әр дайым сенің өкімің жүреді. Сенің қандай тағдыр қылған өкімің болатын болса, мен туралы барлығы әділдік. Пенде өзін кімге тапсырып жатыр? Аллахқа тапсырып жатыр. Қала деген тағдыр. Тағдырымда, менің тағдырымда не өкім айтқан болсаң, соның барлығы сен жағыңнан маған не? Әділдік. Себеп Аллах өзі айтады: "Ва ма раббука бизалламин лил абид". Раббың пенделеріне зұлымдық жасаушы емес дейді. Ас'ал енді өтіп жатыр. Өзін мойындап Аллахты ұлықтауға өтіп жатыр. Ярхамкаллах. Ас'алука бикулли исмин хува лак. Мен сенен бүткіл барлық есімдерің менен тавассул қылып сұраймын деп. Ол есімдер саммайта бихи нафсак. Сен сол есімдермен өзіңді намдағансың. Ау анзалтаху фи китабик. Кітаптарыңның бірінде сол есіміңді түсіргенсің, пенделеріңе үйреткенсің. Ау алламтаху ахада мин халқик. Кітаптарда айтылмай пенделерінің біреуіне үйреткенсің, пайғамбарлардың біреуіне. Ау иста'сарта бихи фи илмил гайби индак. Еш пенделерге үйретпей, ешқандай бір кітапта түсірмегенсің, бірақ сен ол есімдеріңді яғни жасырын ғайыпта сақтап қойғансың. Сондай Аллахтың есімдері бар. Ешбір пенде білмеген есімдері бар.
ешбір пенде білмеген сипаттары бар. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям қияметте махшарда Аллах субханаху ва таалаға пенделердің осы жағдайларын жеңіл болуын дуа қылу үшін арштың астына барып сәжде қылады. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллям өзі айтады, Аллах сол уақытта маған сондай бір есімдерін, сипаттарын үйретеді, мен қазір сол есімдерді білмеймін дейді. Қара, білмеймін қазір дейді. Аллахты ұлықтағанда тәуәссүл қылып сұрайды сол жерде де. Мынандай дуа сияқты тәуәссүл қылып сұрайды Аллахқа. Түсіндің ме? Ау истәсарта бихи фи илмил ғайби ан таж'алал Құр'анал азима раби'a қалби. Ей Раббым, бүткіл есімдеріңмен сұраймын, нені? Құр'анды менің жүрегімнің рахаты ет деп жатыр. Яғни раби' деген көктем. Көктемнің жеңіл ауасы, салқын ауа райы, кеңдік дүниесі жүрекке бір рахат беретін нәрсеге ұқсатып жатыр. Ва нура садри, және жүрегімнің нүрі ет деп жатыр Құранды. Ва жалаа хазани ва захаба хамми, менің қапалығымды кеткізетін және қайғымды кеткізетін ет деп Аллахқа дуа қыласын. Наби саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кім осылай бір тәуәссүл қылып, оны ұлықтап дуа қылса, Аллах субханаху ва таала жүрегіндегі қайғысын не қылады деп жатыр? Кеткізеді деп жатыр. Оған ұқсаған тәуәссүл бабындағы өткенде бір сабақта айтқандай, Тирмизиде келген Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ализу биязал жалали вал икрам." Аллахқа дуа қылған уақытта, "Я зал жалали вал икрам", ей ұлықтық иесі, және ей бір жақсылықты істеу иесі болған Аллах деп тоқтамай дуа қылыңдар, тәуәссүл қылып. "Я зал жалали вал икрам." Түсінікті ме? Және Наби саллаллаху алейхи ва саллям бір күн Муснадтағы хадисте, Анас радиаллаху анхуның хадисінде бір адамның дуа қылып жатқанын естеді. "Аллахумма инни ас'алука би анна лакал хамд." Ей Раббым Аллах, мен сенен сұраймын, бүткіл мадақтың барлығы сен үшін. "Ла илаха илля ант." Құлшылыққа ақты жалғыз сен өзіңсің. Аспандар және жерді жоқтан бар қылған. "Я зал жалали вал икрам" деп, "Я хайю я қайюм" деп дуа қылды. "Инни ас'алука" деп өзінің сұрағын айтып еді. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Білесіңдер ме, мынау адам немен дуа қылды дейді, тәуәссүл қылды. Қандай себепті алды?" Сонда сахабалар Аллах пен пайғамбар біледі деп еді. Бұл пенде Аллахқа ант етемін деп жатыр. Аллахқа ең ұлықты болған, ең биік болған, ең құрметті болған есіммен дуа қылды. Ол дуаменен, ол есімді тәуәссүл қылып кім дуа қылатын болса, Аллах субханаху ва таала дуасын қабыл етіп, сұрағанын береді деп жатыр. Осы жерде "Я зал жалал вал икрам", "Я хайю я қайюм" деп тәуәссүл қылып дуа қылынғанда, осы есім, осы сипаттар Аллах субханаху ва тааланың сұрағанда қайтармайтын есімдерінен болып есептеледі. Түсінікті ме? Және өткен сабақтардың бірінде айтқан хадисіміз Насаиде, Наби саллаллаху алейхи ва саллям бір адамды естіген, дуа қылғанын естеді. "Аллахумма инни ас'алука я Аллах би аннака антал вахидул ахадус самадул лази лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад" деп тәуәссүл қылып, "Игфирли зунуби", менің күнәларымды кешір, "Фа иннака антал гафур рахим", сен кешірімді, мейірімдісің деп дуа қылғанда, Наби саллаллаху алейхи ва саллям оны естіп, яғни намазында дуа қылады сәлемнен бұрын. Наби саллаллаху алейхи ва саллям не dedi? "Мынаның күнәсі кешірілді, кешірілді" деп 3 рет айтады. Түсінікті ме жоқ па? Осылардың бәрі неге кіріп жатыр? Наби саллаллаху алейхи ва саллямның айтқаны, сахабалардың істегені неден? Тәуәссүлден болып есептеліп жатыр. Енді тақырыпқа қатысы жоқ болған бір мәселе, өткен сабақтардың біреуінде ишара қылып едік, және ишара қыламыз, себебі соған қажет болып тұр мына жерде. Біреулер кейбір зікірлерді айтады, кейбір амалдарды істейді да, бұл Расул саллаллаху алейхи ва салламнан келмеген ғой десең, не дейді? Міне Наби саллаллаху алейхи ва саллям уақытында да кейбір сахабалар өзінен дуа қылды ғой. Өзінен дуа қылды ғой. Наби саллаллаху алейхи ва саллям үндемеді ғой.
деп айтады. Неге сен маған ақ көңілдікпен, бір ықыласпенен дуа қылып тұрсам, немесе зікір етіп тұрсам, сен мынау қаяқтан алдың, дұрыс емес деп айтып жатсың. Сахабалар да сондай істегенде Наби саллаллаху алейхи ва саллям үндемеді ғой дейді. Яғни бұл неге дәлел табады? Бидатқа дәлел табуға әрекет қылып жатыр. Наби саллаллаху алейхи ва саллям үндемеді, сен неге ол кең нәрсені тарайтып жатсың деп. Кеңдікті не қылып жатсың дейді? Тарайтып жатсың. Солай десе, ғалымдар айтады, осы сұрақтың өзінде білген адамға жауаптың өзі бар. Сұрақтың ішінде жауап бар. Түсінікті ме жоқ па? Сол сұрақтың өзінде жауап бар. Ол жауап не десе, бағанағы сұраққа қайтсақ, Наби саллаллаху алейхи салламның алдында сахабалар дуа қылды. Осындай дуа қылғанда Наби саллаллаху алейхи саллям үндемеді ғой деп айтып жатыр. Осы үндемеді деген жерінде дәлел бар. Себебі Наби саллаллаху алейхи салламның сүннеті не ол десе, біз не дейміз? Наби саллаллаху алейхи салламның айтқан сөзі, істеген ісі, және алдында бір адам бір сөз айтса, бір іс істесе, Наби саллаллаху алейхи саллям үндемесе, ол не болып есептеледі? Шариғат болып есептеледі. Солай ма жоқ па? Үндемесе шариғат болып есептеледі. Солай ма жоқ па? Ондай нәрсе көп. Түсінікті ме жоқ па? Наби саллаллаху алейхи салламның алдында пайғамбарлық уақытында, Құран, хадис түсіп жатқан уақытында Наби саллаллаху алейхи саллям бір нәрсені көріп үндемесе, о нәрсе не? Шариғаттан болып есептеледі. Ол Наби саллаллаху алейхи саллям сүннетін білудің бір жолы. Оған айтамыз, сен осындай бір бидат істедің, бір зікір шығардың, бір намаз шығардың. Солай ма жоқ па? Айтамыз, саған кім үндемейді енді қазір? Үндемейтін біреу бар ма саған? Айтамыз, үндемеу күнә болып есептеледі саған. Саған үндемеу қазір. Үндемесек біз күнә алған боламыз. Не үшін? Себебі Наби саллаллаху алейхи саллям айтады, сендердің біреулерің бір жамандықты көрсе, қолымен қайтарсын, болмаса тілімен, болмаса жүрегімен жек көріп қайтарсын. Осы нәрсен қате. Сенің дұрыс екеніңді баяндайтын нәрсе дәлел жоқ. Наби саллаллаху алейхи салламның жағдайымен дәлел келтіретін болсаң, Наби саллаллаху алейхи салламның үндемегені бағанағы сахабиға не? Дұрыс екенінің несі болып есептеледі? Дәлел болып есептеледі. Наби саллаллаху алейхи саллам қайтыс болғаннан кейін уахи тоқтаған, Наби саллаллаху алейхи саллам қайтыс болғаннан кейін үндемеу деген нәрсе жоқ. Ташриғдің, шариғаттың жолы бітті. Сонымен тоқтады. Тоқтағанның себебі неге? Өліп қалғандығы үшін ба? Саллаллаху алейхи саллам қайтыс болып кеткендігі үшін ба? Жоқ. Шариғат толық болып қайтыс болғаннан кейін. Наби саллаллаху алейхи саллам кенеттен ертерек қайтыс болып қалды деген нәрсе жоқ. Түсінікті ме жоқ па? Шариғатта өткен Наби саллаллаху алейхи салламның өмірі туралы айтқанда айттық. Солай ма? Аллах субханаху ва таала қай бір пайғамбардың жанын алатын болса, оған не береді деді Айша? Ол пайғамбарға қалау береді. Осы дүниеде қалып, үмбетінің иззасы, құрметі, қолы жеткен жерін дамығанын көруменен несін? Ақыретке көшудің таңдауын береді деді Айша радиаллаху анха. Сол бергені Наби саллаллаху алейхи ва салламға да берілген. Наби саллаллаху алейхи ва саллам шариғат толық біткеннен кейін Аллахтың тағдырыменен көшуді не қылды? Таңдады. Шариғат толық болғаннан кейін, шариғат толық болғаннан кейін ар жағына біреу шариғатқа бір әріп қосуға ақысы бар ма? Жоқ. Бір әріп қосуға ешкімнің ақысы жоқ. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва салламның осындай шариғаттың мекем жерін ұстанған жеріңде бидат иелері ешбір нәрсені кіргізе алмайды. Әр түрлі жолдарды іздеуге әрекет қылады. Сол ең жаман кіргізген сопылардың кіргізген жолдарының бірі. Наби саллаллаху алейхи саллам айтады: "Ман раани фил манами фақад раани хаққан фа инна шайтана ла ятамассалу би." Кімде-кім мені түсінде көрсе, ол шынымен мені көріпті. Егер Наби саллаллаху алейхи салламның ақиқи суретін білсе. Себебі шайтан менің көрінісіме не? Түсіме кіре алмайды. Түс деген арғы түс емес, көріністі айтып жатыр.
Түсінікті ме жоқ па? Яғни Наби саллаллаху алейхи вассаламның көрінісіне кіре алмайды, түсінде де кіре алмайды. Осы хадистің, бұл Бұхаридағы хадис. Осы хадистің басқа бір риwayatында "Мен раани фил манами фасайарани" дейді. Кімде-кім мені түсінде көрсе, келешекте көреді дейді. Не келдіреді осы жерде? Сопылар айтады, фасайарани, яғни жақын арада көріп қалады дейді. Жақында көреді. Кімді көреді? Пайғамбарды көреді. Пайғамбар көрінуі мүмкін алдында біраз бүйтіп. Ана Джефри көрсетіп қойды осылай. Али Джефри. Ана азан точка кезінің шейхтарының бірі. Алдынан былай өтіп кетуі мүмкін деп қойды. Бүйтіп шамалап өтіп кетуі мүмкін. Елестесесің деп. Кейбір әулиелер жолығуы мүмкін дейді омен. Ар жағында сөйлесуі де мүмкін шығар. Бір нәрселерді айтады шығар, өсиет қылады шығар. Солай ма жоқ? Бір жол табады. Турадан тура Аллах түсіне бір жақсылықты салады да, соны көреді. Ана аян болады дейді ғой ана. Осының бәрі өз жерден. Жол жоқ. Бидат істеуге жол жоқ. Осындай бір өтірік нәрселерді шығарып, адамдарды дәлелсіз, құжатсыз өзі қалаған нәрсені адамдарға неғып береді? Шариғат қылып көрсетіп береді. Ол дүние емес қой, дамудан тоқтататын, не? Дүние кете береді. Наби саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Антум а'ламу би умури дүниякум." Сендер дүниелердің істерін менен жақсы білесіңдер. Шынымен. Кімге керек? Солай ма? Расул саллаллаху алейхи вассалам не қылады бұлардың? Сендер өздерің білесіңдер. Сол үшін қанша үлкен ғалымдар бар, қазіргі күнде мынаны қалай істетуді білмейді. Бірақ бақытты адамдар. Оларға осы нәрсені білмегені айып емес. Бір кемшілік те емес. Керек те қылмайды ол нәрсе. Солай ма жоқ? Сол үшін дүниенің ісінен сөйлесең, ол шегі жоқ. Діннің ісіне келген уақытта көресің. Әр жерден тосықтар бар. Шектеп қойған, себебі шариғат толық болған бір қасыр сияқты, сарай сияқты. Наби саллаллаху алейхи вассалам не деді? Пайғамбарлықтың көрінісін туралы неғығанда, бір адам бір әдемі там салғанда, сондағы бір кірпіштің жай қалған, бір кірпіштің. Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады, сол менмін дейді. Сонымен бітті, пайғамбарлық біткен, уахи жоқ. Одан кейін адамдарға жаңалық нәрсе келмейді Аллах жағынан. Түсінікті ме? Уахи арқылы жаңалық келмейді ешкімге. Себебі бұл жол егер ашылса, әркімге әртүрлі уахи түсуі мүмкін ғой. Солай ма жоқ? Солай ма жоқ? Әркімге әртүрлі уахи түсуі мүмкін. Біреуге адал түседі, біреуге арам түседі, біреуге бір. Сол үшін сопылардың әрбір өзінің несі бар? Тариқалары бар. Әрбірінің өзінің ибадаттары бар. Әрбірінің өзінің зікірлері бар. Күнде бір жаңа ибадат, жаңа құлшылық. Наби саллаллаху алейхи вассаламның қалдырған нәрселерін әлі біз іздеп емес, дайын нәрсені істеп бітіп жатқан жоқпыз біз. Іздеудің қажеті жоқ, дайында. Бұхарида аш, Муслимда аш, Ахлу Суннаның жазған кітаптарын аш, жеткілікті. Соны бітіп жатқан жоқпыз. Олар өздеріндегі тариқаларындағы жазып қойылған нәрселермен шұғылданып жатыр. Бұл бидаттың жамандығы. Шайтан жақтырады, кешегі айтқандай. Шайтанға осындай нәрселер керек. Себебі әрбір сүндет өлген сайын бір бидат тіріледі. Немесе әрбір бидат келтірілген сайын бір сүндет өле береді. Алла сақтасын. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін бұл нәрседе ешқандай бір дәлел жоқ. Демек, тавассулдың түрлерінің ең біріншісі Алла субханаху ва тағаланың есімдерін айтып, оны ұлықтап сұрау. Солай ма? Екіншісіне келетін болсақ, Наби саллаллаху алейхи ва салламның шариғатына қарайтын болсақ, екіншісі адам өзі Аллахқа ықыласпенен істеген амалын тавассул қылып сұрайды. Бірақ бұл Аллахқа міндет үшін емес, біліп қояйық. Момын амалын міндет қылмайды. Не үшін? Себебі осы амалды істеуге тауфиқ беріп жатқан кім? Аллах. Несін міндет қыласың Аллах? Аллахқа пенделігін мойындап, осындай бір жақсылыққа тауфиқ беріп, жақсылық істегеніңді тавассул қылып қана сұрайсың. Ол дуада келеді Құр'анда. Аллах айтады: "Аллазина яқулун Раббана иннана аманна фағфир лана зунубана."
Ey Rabbimiz Allah, biz sаған imanda болдық. Сол иманымызбенен сұраймыз. Басқа бір аятта ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. Ey Rabbimiz Allah, biz senin dinine çağırışının dausunu естідік. Onu tыңдадық та, onu қабылдап, иманға келдік. Саған иман келтірдік. Солай ма жоқ па? Фағфир лана. Біздің күнәмізді кешір. Түсінікті ма? Бұл нәрсе машһур танықты хадистерде келген. Үш адам, Наби саллаллаху Бухаридегі үш адам неге кіріп қалады? Үңгірге кіріп қалады. Сол адамдардың жағдайын қысқаша оқып өтеміз. Наби саллаллаху алейхи ва саллам өткен қауымдардың бірінде болған жағдайды айтып жатыр. Ол Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхуның хадисі. Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтты, үш адам жолда кете жатыр еді. Сонда түнде демалуға адамға не жай керек? Пана жер керек. Олар сондай бір сай жерде немесе бір жанында тау болатын болса, үңгірде демалатын. Солар сол үңгірге кіріп демалады. Демалу үшін кіреді. Сонда төбеден бір үлкен тас доңалап түсіп, үңгірдің есігін, тесігін не қылып қояды? Жауып қалады. Сонда өздерінің араларында осы күндегі түскен, бастарына түскен осы бір қиыншылықтан тек қана Аллахқа жақсы амалдарың менен, дуа қылу менен ғана мүмкін құтылатын шығармыз деді. Басқа бір риwayatта сендерді осы күнде тек қана Аллахпен болған шындықтарың ғана, ықылас, шындық қана құтқарады. Осы жерде дәлел бар. Неге? Адам бір қиыншылыққа түсіп қалса, қандай бір қиыншылық болмасын, ең бірінші жүрегі байлану керек болған кім? Раббісі болу керек. Бұл сол адамның иманының мықтылығынан, ықыласының сәлеметтігінің белгісі бұл. Түсінікті ме жоқ па? Қандай бір үлкен болсын, кіші болсын, аз болсын, көп болсын, адам бір қиыншылыққа, бір ауруға, немесе бір мұсибатқа, бір бәлеге жолықты ма, жүрегі ең бірінші байлану керек болған нәрсе Раббісі Аллах болу керек. Әкесі, ағасы, танысы, төбедегі адам, төмендегі адам, түсінікті ме жоқ па? Бір бай, немесе абыройлы адам, өкіметтегі танысы, немесе бірден больницадағы үлкен врач. Түсінікті ме жоқ? Бірден соған соған, бірден. Жүрек Аллахқа байланудан бұрын бірден не қылады? Телефонда. Сондай болып қалды қазір. Наби саллаллаху өткендегі бір хадисте Наби саллаллаху алейхи ва саллям бір ауруды зиярат қылуға кірді, солай ма? Зиярат қылуға кірді. Естерінде ме хадис? Не деді сонда? Ауырып, қатты не тырқ болып кеткен. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллям кіріп, жағдайын сұрап, не деді? Аллахқа дуа қылдың ба деді. Көрдің бе? Бізде врачқа бардың ба дейді. Докторға бардың ба дейді. Дәрі іштің бе дейді бірден. Солай ма жоқ па? Наби саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Аллахқа байлап жатыр. Аллахқа дуа қылдың ба дейді. Сөйтсе не деді бағанағы сахаби? Иә, дуа қылдым деді. Не деп дуа қылдың деп еді? Наби саллаллаху алейхи ва саллям бағанағы сахаби не деді? Я Расулаллах, мен дуа қылдым Аллахқа. Ей Раббым Аллах, егер қандай бір азап болатын болса, осы дүниеде бер. Ақыретке маған азап қалдырма деп айтып еді. Наби саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Аллахтың азабына сен шыдай алмайсың ғой деді. Аллахтан сұрамадың ба? Ей Раббым Аллах, осы дүниенің жақсылығын бер, ақыреттің де жақсылығын бер, және тозақтың азабынан өзің сақта деп сұрамайсың ба? Сұрайды екенсің, дуаң қабыл болыпты міне. Солай ма жоқ па? Міне азапта жатыр ғой. Қиналып жатыр. Дуаң қабыл болады екен. Дүние ақыреттің жақсылығын сұрамайсың ба? Міне. Наби саллаллаху алейхи ва саллямның шариғатымен дуа қылудың өзінің жолын білуде үлкен бір жеңіс негізі. Дуа қылудың қандай болатын екенін білу керек адам.
Осы жерде бізге керек жері бағанағы жерде Наби саллаллаху алейхи вассалам не деді? Аллахқа дуа қылдың ба деді. Түсінікті ме жоқ? Дуа қылдың ба? Міне адамдар не деді? Бірден бір тасты көтерейік те ана жерде бір қазиық, анау мынау дегендей. Жақсы оларда телефон жоқ екен. Болмаса бүткіл районда аяққа тұрғызған болады. Солай ма жоқ па? Бірден Аллахқа жалбарады. Мұқтаждығын білдірді. Аллах осы нәрсені жақсы көреді пенделеріне. Себебі адам қиыншылыққа түсіп қалған уақытта дуасы керемет болады, шынымен. Тіпті мүшриктер де керемет дуа қылатын қиыншылық тұрған уақытта. Аллах айтады, олар кеңдік уақытта не қылады? Мүшрик Аллахқа ширк. Бір қиын жағдайға түсіп, бір теңізде қап-қараңғы түнде қара ненің бұлттың астында қара теңіздің үстінде тұрған уақытта қатты бір жел тұрып әлекетке жақын болған уақытта дa'ауллаха мухлисина лахуддин. Аллахқа ықыласпенен жүректің толық бір сәлеметтігімен дуа қылады. Сәлеметтікке шықты ма, құрғақтыққа шықты ма, бірден Аллахқа серік қосып кетеді. Түсінікті ме жоқ па? Момын екі жақта да сәлеметтікте жүреді. Екі жақта да Аллахқа дуа қылады. Сабырлықпен де, шүкірлікпен де не қылады? Аллахқа құлшылық етеді. Міне бізге өткен қауымдардан болған жақсылықта еруіміз керек болған адамдардың жағдайы бізге көрініп тұр. Наби саллаллаху алейхи вассалам дуа қылады. Аллах үйретеді. Не деп? Раббана хаблана мин азважина ва зурриятина қуррата айни вадж'ална лилмуттақина имама. Ей Раббымыз Аллах, хаблана мин азважина, әйелдерімізден, ва зурриятина, балашаға перзенттерімізден біздің қуанышы, көзіміздің қуанышын бер. Қара, дүниеде де қуаныш, ақыретте сұрай бер. Аллах мейірімді, оның қолы кең, қаласа береді саған. Не деді дуаның ақырында? Вадж'ална лилмуттақина имама. Бізді тақуа иелеріне, жақсылық иелеріне, иман иелеріне имам қыл деді. Не деген имам деген? Мешіттегі имам ба? Жоқ. Бұхари рахимахулла айтқандай, жақсылықта өзімізден бұрынғы жақсылықта болған адамдарға елейтін, ергесетіндерден қыл. Бұл бір жағы. Екінші жағы, біздерден кейінгі жақсылықта болған адамдар, жоқ дегенде перзенттерің. Жоқ дегенде перзенттерің ерісінсіз жақсылықта саған. Солай ма жоқ па? Өзімізден кейінгілер жақсылықта бізге елейтін дәрежеде имам қыл бізді. Аналарға да сауап болады, саған да сауап болады, соменен сенен кейінгілерге де не? Сауап болады. Міне адамдар істеді, үмбетке бір қағида ретінде қалды олардың істеген ісі. Наби саллаллаху алейхи вассаламға кім хабар беріп жатыр бұл нәрсені? Аллах жағынан. Илля Наби саллаллаху алейхи вассалам ғайыпты білмейді. Өткен қауымда болған нәрсе бұл. Түсінікті ме? Бізге жақсылықта бір үлгі ретінде қалған осылардың қиссасы. Енді ол үш адамның үш қиссасы қалай болды десе, солардың бірі бастады. Айтты: ей Раббым Аллах, менің жасы үлкен, кәртиіп қалған ұлы жастағы әке шешем бар еді. Мен оларды тамақтандырудан бұрын біреуге бір тамақтандыру, олардың қажетін шығаруды істемейтін еді. Әке шешеме ең бірінші жақсылық қылатын еді. Күндерден бір күні қой бағып жүріп, тіршіліктің артынан кешігіп қалдым. Келсем, ұйықтап қалған екен әке шешесі. Содан олардың ішетін сүтін саудым да, оларға алып келіп, енді аш ұйықтаған ғой. Оларды оятуға көңілім болмады дейді. Мазалап қоям ба деп қара. Қандай мінез, қандай жақсылық. Әке шешең демалып жатыр ма? Оларға жақсылық болған нәрсемен де оятуға адамдар тартынады екен, бауырлар, қара. Тамақ, оларға жақсы ғой тамақ жеп жатса, енді оларға жақпайтын нәрсемен мазаласан қалай болады онда?
Әке-шешең ұйықтап жатыр, сен мына жақта лекция тыңдап жатсың. Даусын биік қылып көтеріп қойып, Құран естіп жатсың. Аллаху акбар. Бола ма солай? Болмайды. Одан да жаманы бала-шағаң мына жерде шуылдап жатыр. Немесе достарыңды алып келіп үйде шум көтеріп жатсың. Әке-шешең ана жерде қара түнде немесе басқа уақытта демалатын кезі. Соларды сен күнә істеп жатқан жоқсың. Музыка естіп жатқан жоқсың. Түсінікті ме жоқ? Бір карта ойнап жатқан жоқсың достарыңмен, Алла сақтасын. Түсінікті ме жоқ? Бір арам жұмыс істеп жатқан жоқсың. Бірақ әке-шешеңді мазалайтын бір істеп жүрсің. Бұл әке-шешеге жақсылықтан емес. Қара. Бұл өзіңе қатысты емес, оларға қатысты болған нәрсе. Оларды оятып, мысалы, тамақ беру жақсы нәрсе ғой, дұрыс па жоқ? Бірақ ол кісі не деп ойлап қалды? Қатты ұйқыға кіріп кеткен болса, біледі ғой, әйелінен сұрайды ғой, қашан ұйықтап қалды бұл кісілер? 1-2 сағат болды. Енді 1-2 сағатта сөзсіз олар не? Терең ұйқыға кеткен. Білесіңдер, кәрі кісілер оянып кетсе қайтып ұйықтай алмайды. Білесіңдер, олардың ұйқысы жеңіл. Аз ұйықтайды дағы. Бір түнде бірнеше рет оянады. Оянса қайттан ұйықталмайтын шал-кемпірлер көп өте. Солай ма? Үйлеріңде көресіңдер ғой, әжелеріңде, аталарыңда. Бір түнде бірнеше рет шығып келеді. Көшеде бір ит өтіп кетсе де оянып кетеді ол кісілер. Солай ма жоқ па? Біледі мына кісі. Біледі мына адам әкесінің, анасының қаншалық дәрежеде қажетте жатқанын. Мен деп жатыр, факарихту ан уқидахума. Оларды оятуды жақтырмадым дейді. Және екінші нәрсені жақтырмаған не ол? Олардан бұрын тамақтанғым да келмейді дейді. Қара қаншалық дәрежеде. Тамақтанса бола ма жоқ па сол адам? Болады. Бірақ әке-шешесіне құрмет ретінде олардан бұрын тамақтанбауға үйренген. Бірінші солар бастайды. Солар отырады столдың басында. Бисмиллах деп бастап береді. Содан кейін бала-шаға, келіндер, бала-шағалар, перзенттер, небелелер ар жағына үлкендердің артынан бастайды. Олар бірінші жегенде олар әдетте көбірек жейді деген емес, олар әдетте бәрінен аз жейді. Мақсат әшейін солардың бір көңілін көтеріп, құрметтеп қою. Шариғатқа сай бар ғой осындай құрметтер, дұрыс па жоқ? Неге істемейсіңіз? Айтады: وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتصاغون عند قدمي. Айтады, балдар жылап жатыр. Қолымда ыдыс сүтпен не қылып отырдым, күтіп отырдым, ана кісілер қашан оянады екен деп. Соменен таң атты дейді. Фажр болды. Содан кейін олар оянды да, олар ішетін сүттерін ішті. Енді сұрап жатыр: ей Алла, егер осы нәрсені инкунту фаалту залика ибтигаа ваджхик, ей Алла, осы нәрсені ертең жаннатта сені бетіңді көрем деген ықыласпенен істеген болсам, біздің осы қиыншылығымыздан құтқар деп дуа қылдым. Қара, ықыластың қаншалық дәрежеде. Ана істеген ісін кім біледі? Білсе әйелі біледі, балдары, жас балдар. Бұл жерде ешкімнен ой маша Алла деген нәрсені күтіп жатқан жоқ. Күтетінде қаратын кім көріп отыр оны? Солай ма жоқ па? Еш біреудің мақтауын емес. Және сонымен өзімен сақтап қалған бағанағы жақсылықты. Әке-шешесіне міндет те қылмаған сол жерде. Оянғанда тура берді, болды, интаха. Сонымен мәселе бітті, қисса бітті сонымен. Солай ма жоқ па? Айтады: ей Алла, осы жақсылықты мен сенің бетің үшін қияметте жаннатқа кіріп сенің бетіңді көрейін деген ғана ықыласпен, басқа ешқандай бір ниет жоқ еді ол жерде. Әке-шешемді құрметтеу менің мойнымдағы не еді? Важип еді. Важиптың биік дәрежесі мұстахабтарымен қосып істеп жатыр мына жерде. Солай ма жоқ па? Егер осыны істесем, сен үшін істеген болсам, бізден мына бәлені кеткіз дегенде тас азғантай ашылады. Аллахтың құдіреті. Аллахтың құдіреті. Осы жерде дәлел қыладық, ғалымдар айтады, әке-шешеге жақсылық қылудың шегі жоқ. Түсінікті ме жоқ? Яғни
яғни қанша киім алып берсем болады, қалтасына қанша теңге салып қойсам болады дегендей, шегі жоқ бұл нәрсе. Алла шексіз қылып тастап қойған. Не деп? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا деді. Әке шешеңе жақсылық қыл деді. Қалай жақсылық қыламын деп сұраса, өзің үйренген жақсылықтан қай бірі болатын болса, сенің еліңде, сенің дәстүріңде, сен ұстанған білген әдетте, сенің қауымыңда, сенің ұлтыңда қандай бір нәрсе жақсылық болып есептелсе, соны істе. Түсінікті ме жоқ па? Соны істе. Бірақ сол үйренген дәстүр, әдет шариғатқа қарсы болмау керек. Түсінікті ме? Шариғатқа қарсы болмаса, бәрін істей бер. Түсінікті ме жоқ па? Сол әке-шешеге жақсылық қылу деген баптың бірінде келіннің сәлем салуы. Құрмет бабынан. Солай ма жоқ? Сәлем салуы. Бізде адамдар үйренген әрбір біз жақтағы қауымдарда әртүрлі. Біреулер бір рет салады, біреулер күнде салады әйтеуір. Түсінікті ме? Бар сондай нәрсе. Осы нәрсе жақсы ниетпен, ықыласпенен кімге жақсылық істемекшісің, құрмет ретінде әке-шешеңе. Осы бола ма? Десе, о нәрсені енді шариғатқа қарсы жері болмаса істей беріңдер. Істей беріңдер. Шариғатқа қарсы болмаса болды. Асыл дұрыс. Қандай жақсылық қыламын десең, оның жолы не? Ашық. Шариғатқа қарайықшы, қарсы жері жоқ па? Біреу айтты, қарсы жері бар. Қалай қарсы жері бар? Дәлел. Біз не сұраймыз осы жерде? Болмайды деген адамнан бірден дәлел сұраймыз. Себебі асыл бола береді. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Әке-шешеңе жақсылық қылыңдар, жақсылық қылып жатыр. Кім болмайды десе не сұраймыз? Дәлел әже. Асыл болады. Аллах тастап қойған бізге. Қандай жақсылық істесек те бола береді. Солай ма жоқ па? Дәлел қайда? Наби саллаллаху алейхи ва салламның сөзіне қарайтын болса, Наби саллаллаху алейхи ва салламнан келген сахих хадисте сахабалар сұрады: "Я Расулаллах, біз бірлерімізді көріскен, жолыққан уақытта сүйісіп көрсеміз бе?" деді. Сүйісіп көрсек бола ма? Наби саллаллаху жоқ деді. Көріскенде иілсек бола ма деді. Иіліп көрсек бола ма? Дегенде жоқ деді. Не қыласың деді. Қол беріп көрсесің. Құшақтап көрісу мәселесінде қилап бар. Адамдардың үрфінде болса, әдетінде болса, істей бересің. Иілуде не қылды? Қайтарды. Демек, иілу адамдардың есебінде құрмет болып есептелсе де, шариғатта болмайды деген нәрсені көргенімізден кейін оны не қылуымыз керек болады? Тастауымыз керек болады. Ол ықыласпенен әке-шешесін құрметтеп істеп жатқанында біздің күдігіміз жоқ, иншалла. Иә, шынымен жүрегімен әке-шешесіне құрмет көрсетіп жатқан екені, иншалла, жүрегінде шындық. Бірақ істеп жатқан нәрсесі Наби саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде қарсылық келді. Түсінікті ме жоқ? Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллам ол кісіден құрметті адам бар ма? Жоқ. Сахабалар иілетін ба? Жоқ. Құрмет қылып иілмейтін. Абу Бәкірға ешкім иілмеген. Түсінікті ме жоқ па? Жоқ, олардың дәстүрінде болмаған деп айтсақ бола ма жоқ па? Айтсақ болады. Иә, дәстүрінде жоқ болған болса бар шығар. Бірақ шариғат тыйым салды ғой. Солай ма жоқ па? Онымен тоқтау керек. Бұл бір жағы. Екінші жағы өткен сабақтардың бірінде айттық. Иілу рүкуға кіреді дедік. Иілу не? Рүкуға кіреді дедік. Ханафи мазхабында рүку не ол? Адам толық рүкусы бар, парызды орындаса, намазы дұрыс болатын рүку бар.
Толық руку ол біз білетіндей екі тізе ұсталып, бел тегіс болып, бас төбе жақтада да болмайды, төбеге қарап та қалмайды, төменге де қарап тегіс тұрады денемен. Солай ма жоқ па? Және сол рукудағы не? Былай болмайды. Ішке қарап қол тартылып қалған болмау керек, бүйтіп ашық болу керек. Мынау бір садақтай, қолың оның жібідей, жібі сияқты болу. Мынау садақ ішің. Солай ма жоқ па? Мынау қолың сол садақтың несі? Жібі секілді. Тура тұру, түзу жүру керек. Түсінікті ма жоқ па? Осы рукудың несі? Толық дәрежесі. Бір адам Аллаху акбар деп бүйтіп иіліп қайттан тұрды. Не болады десе, Ханафи мазхабында ол рукусы дұрыс. Себебі руку деген ол иілу. Иілуді істеді ме жоқ па? Істеді, демек намазы дұрыс. Кімге иіліп жатыр? Аллахқа ұлықтап иіліп жатыр. Түсінікті ме жоқ па? Кейбіреулер айтып жатыр, енді бұл сәжде Аллахтан басқасына ибадат ретінде, руку ибадат ретінде болса, ол ширк болады, болмаса ширк болмайды дейді, дұрыс па? Айтып жатыр солай деп. Біздің шариғатта ол ибадат. Ибадат болғаннан кейін шариғат шек салды оған. Мүмкін емес. Оларға айтамыз, сен бізбенен осы руку немесе сәжде Аллахтан басқасына мүмкін емес екеніне келісесің ба? Иә, бізбен ширк немесе ширк емес екенінде хилаф қылдың, дұрыс па жоқ па? Ширк немесе ширк емес екенінде хилаф қылдың. Бірақ мүмкін емес екенінде келісіп тұрмыз ғой. Дұрыс па жоқ па? Мәселе түсінікті ме жоқ па? Түсінбегендер бар ма? Түсіндір ме мәселені? Яғни бұл мүмкін емес екенінде сен мен келісіп тұрмын. Иә, хилафымыз бар. Ибадат бола ма, ибадат болмай ма дегенде. Амма арам екенің дұрыс. Арам. Солай ма жоқ па? Аллахтан басқаға руку қылудан болмайды, Аллахтан басқаға сәжде қылуға болмайды. Арам бабында келісіп тұрмыз. Хилафымыз ол ширк бола ма, немесе ширк болмай ма деген. Арам екенінде келіп тұрсың ғой. Неге істейсің? Әке-шешесін құрметтеу үшін арамды істесе бола ма сонда? Түсінікті ме жоқ па? Осылай мәселе шешіледі. Түсінікті ме? Ол ширк емес, ол дәстүрден, анау-мына бұның барлығы өсек. Түсінікті ме жоқ па? Адамдар өзі осылай дәлел тауып алмаған уақытта болмаған бір өрмекшінің үйі сияқты нәрселерге жабыса салады. Түсінікті ме жоқ па? Наби саллаллаху алейхи ва саллям шариғатына келетін болса, ол нәрсе олай емес. Түсінікті ме мәселе жоқ па? Демек, әке-шешеге келін немесе үлкен ағаларға келіннің сәлем салмауы бұл құрметсіздіктен емес. Сәлем береді. Солай ма? Амал менен басқа шариғатқа қарсы болмаған құрметтерді істеу керек келін. Бірақ осы иілуден басқа. Наби саллаллаху сәлем салу деп қойыпты. Шариғатта сәлем салу жоқ, сәлем беру бар. Соларының көбі сәлем салатындар сәлем бермейді. Түсіндің ме жоқ па? Сол сәлем салатындардың көбі, бәрі айтса, бәрі десек қателесеміз. Сол сәлем салатындардың көбі сәлем бермейді. Ассаламу алейкумды естесің ба? Сәлем ет деп бірден келіп қояды. Солай ма жоқ? Міне. Шариғатқа қарсы істеп жатыр. Шариғаттағы бар нәрсені және тастап жатыр. Сәлем бердік дей ма? Сөйтеді, сәлем бердік. Ассаламу алейкум, бұл ибадат бұл. Ассаламу алейкум. Оның қазақшасы кетпейді, ағылшыншасы да кетпейді бұл. Түсінікті ме жоқ па? Сен ассаламу алейкум ва рахматулла дегенде сәлем бердік десең бола ма? Болмайды ғой. Ассаламу алейкум ва рахматулла. Сәлемді тура солай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Солай ма жоқ? Сәлем бердік жүрмейді о жерде. Иә. Ассаламу алейкум ва рахматулла деді, содан кейін сәлем бердік деп айтып қой бер. Дәстүріңді істей бер ар жағына. Қалайсыз, жағдайлары жақсы ма? Бала шаға, анау, мынау, жұмысың, тіршілігің ар жағына сұрай бер. Түсінікті ме жоқ па? Бірақ сөзің не болу керек? Сәлем бердікпен емес, ассаламу алейкум ва рахматулла. Сонымен басталу керек.
ана сәлем саламын деп шариғаттағы сәлемді өтіп қойған. Аллаху акбар. Сонда не болды сонда? Дәстүр шариғаттан бұрын тұр ма осы жерде? Ислам дәстүрге қарсы емес, ешқашан қарсы да болмаған. Сондай бір жерлерінде қарсылық болса, соны ғана шектейді. Болды, қалғаны дәстүріңді, үрпіңді не істесең кең. Сол үшін қайтадан айтамыз, бұл әхлі сүнна ешқашан дәстүрге дұшпан болмаған. Қазір қайталап айтып жатыр ғой осы. Қанша айтсақ та қайталай береді. Олар біздің дәстүрімізді білмейді, дәстүрімізге қарсы болады. Дәстүр білетінде сонда не? Пән ба, ол оқу керек па оны? Сол жерде жасасаң, білсең, болды да біліп аласың оны. Солай ма жоқ па? Сол елде жасадық, білдік, әйтеуір кіндігіміз қаны сол жерге төгілген, білеміз ол жерде не болып жатыр, не қойып жатыр. Ол дәстүр деген күнде шығып тұратын мәлімет емес қой оны. Оқып жүріп, жаңалықтар бар ма бір? Ол ізденіп қояйық деген. Ол мәлім дәстүр деген. Оған үлкен білім, іздену, реттеу, зерттеу деген жүрмейді ондай нәрсе. Солай ма жоқ па? Шариғат жағынан реттеуге қажет ол. Шариғат жағынан реттеуіміз керек. Себебі ішінде шариғатқа қарсы жері болса, оны тастау керек болды. Түсінікті ме жоқ па? Бұл біріншісі. Екінші адам не деді? Раббым Аллах деді. Менің бір әкемнің ағасының немесе інісінің қызы бар еді. Адамдардың ішінде ең жақсы көрген адам сол еді. Түсіндер ме кім екен бұл қыз? Әкесінің ағасы немесе інісінің несі? Қызы. Бір рудан. Бұл шариғатта үйленуға мүмкін. Үйленуға мүмкін болғандықтан ол саған не болмайды? Махрам болмайды, жалғыз қалсаң болмайды. Дұрыс емес. Солай ма жоқ па? Не деп жатыр? Иннаху канат ли ибнату ам. Не деді? Канат ахаббан наси илайя. Маған ең адамдардың ішіндегі жақсы көрген әйел сол еді. Фаарадтуха ала нафсиха фамтанаат минни. Бір рет оған арам жолмен қосылайын дегенімден бас тартты дейді. Яғни зина қылмақшы болды. Күндер өтіп, ол адам, ол әйелге бір қатты қиыншылық жағдайға жолығып қалды. Түсінікті ме? Қатты қиын жағдайға түсіп қалды. Жолығып қалды. Сонда маған келіп 200 динар 220 динар менен арам қосылуға разы болды дейді. Осы жерде сұрақ келеді. Осындай істі істесе бола ма, болмай ма? Ол арам. Негізі болмайды. Бірақ сондай жағдай болғанын айтып жатыр. Түсінікті ме жоқ па? Кейбір нәрселерде адам эмоцияға берілмеу керек. Шариғаттың шегімен тұру керек. Түсінікті ме жоқ па? Яғни кейбіреулер кейбір нәрселерді арам деп айта берген үшін тақуа деп ойлап қалады. Адал болады, дұрыс істесе бола береді деген адамдарды дінге жеңіл қарайтын адам деп ойлап қалады. Жоқ, ол таразы емес. Таразы дәлел. Сол мына Сирия елінде рафидиттер, Алла сақтасын, әхлі сүннаның үйлеріне бастырып кіріп, әйелдеріне осындай бір арам істі істеуге баратын болған жағдайда, мына фитнаның қандай ауыр жері өзіңе емес, тыныштық кетсе, елден амандық кетсе, өзіңнің тыныштығың емес, бүткіл жан үйің, әкең, шешең, әйелің, үйдегі қыздарың фитнаға қалып кету ештеңке емес, Алла сақтасын. Сол үшін Аллах айтады: "Ваттақу фитнатан ла тусибанналлазина заламу минкум хасса." Бұл елге келетін осындай бәледен сақтаныңдар. Бәле келсе, бәлеге себепкер болғандарға ғана келмейді. Барлығына бәле болады, Алла сақтасын. Орманға түскен от сияқты, көгіде, құрғақта жанады соменен. Осындай жағдайда ғалымдарға сұрақ келеді. Біз осындай жағдайда бастырып келіп жатыр. Көрші үйме үй өтіп жатыр. Жетіп жатыр, солар әйелдерді зорлап жатыр. Осындай жағдайда не істейміз? Біреу сұрап жатыр. Әйелімді, қызымды осындай қорлыққа жолықпау үшін
жеңіл жолмен өлтіріп қойсам бола ма деп. Әйелін қызғанғаннан, қызын қызғанғаннан. Қара, жауап іздеп жатыр осы нәрсеге. Ауырдың соншалық дәрежеде қиын болғандықтан. Алла сақтасын. Осындай нәрселер болып жатыр онда. Осындай жағдайларды көріп, біліп тұрған уақытта өзіңде, еліңде болған тыныштық, неғмат, амандық, сәлеметтікті есіңе алып, Аллахқа көптеп шүкір ет. Осындай бәлені сенің басыңа жазбапты, алхамдулилlah. Сол сұрақ керек. Ғалымдар айтады, жоқ. Өлтіруге ақын жоқ. Себебі момынды өлтіру арам. Біріншіден, ешқандай ол жерде кепілдік жоқ, кірсе сонай нәрсені істейтін екеніне. Бұл біріншіден. Екіншіден, сен сол жерде әйеліңді, балашағаңды, қыздарыңды қорғаймын деп соғыс солармен. Мүмкін қайтарады шығарсың. Солай ма жоқ? Айтады ғой, Наби саллаллаху алейхи вассаламнан сұрайды ғой, осындай жағдай болса не істеймін десе, соғыс дейді олар. Еліңді қорғаймын деп, әйеліңді, балашағаңды қорғаймын, соғыс олар. Кім болса да ол. Соғысасың оны. Оны өлтіріп қойсам ше десе, ол тозаққа барады. Мен өліп қалсам сен жаннатқа барасың, шахид боласың. Түсінікті ме? Бұл біріншіден. Екіншіден айттық, сен қорғайтын шығарсың. Үшіншіден, ол кіріп келгеннің өзінде ешкім айтпайды солай болатын екенін. Егер болғанның өзінде де сол әйелдер күнәлі болмайды. Себебі оларда жүректің жек көруі ғана сәлемет қалу керек сөз. Иманменен. Мәжбүрленген жағдайда оларға күнә болмайды. Зина қылған болып есептелмейді. Олар тап-таза, пәк, ешқандай бір күнә істемеген дәрежедегі. Бәлкім бұл мұсибатпенен, бұл қиыншылықпенен Алла субханаху ва таала олардың күнәсін кафара қылады. Түсінікті ме жоқ? Сабыр қылғандығы үшін. Сол үшін осындай бір қиын жағдайлар ешбір мұсылманның басына түспесін. Егер біреудің басына түсіп қалатын болса, Алла сақтасын, өзінше бір шариғатты білер білмес әрекет қылып жүрмесін. Егер сол әйелдерін өлтіретін болса, ол адам өлтірген болып есептеледі. Сен күнә істеген боласың оның артында. Сен сәлемет едің негізінде. Қолыңнан, күшіңнен келгеннің дәрежесінде қайтарасың, күшің жетпесе, саған ар жағында не жоқ? Күнә жоқ. Аллах пендені күші жетпеген нәрсеге не қылмайды? Бұйырмайды, оны сұрамайды. Мына болған жағдай, ол дұрыс деген емес. Бұл дұрыс емес нәрсе. Әйел кісі аш болып қалса, өзін мысал адамдарға көнделем қылуы немесе бұл зинаға кіреді. Ашық зина бұл. Түсінікті ме жоқ па? Соменен осындай жағдайға жеткенде, осы істі істейін дегенде, бағанағы әйел иттақиллаха ва ла тафуддал қатама илля бихаққихи деп айтты. Аллахтан қорқ. Жүзік тағатын болсаң, ақсымен тақ деді. Жүзік. Ақсыз жүзікті тақпа, сенікі емес ол жүзік. Деп, бұл зина қылудан қайтаруға ишара қылып жатыр. Сол уақыттағы Аллахтан қорқ деген сөз оның жүрегіндегі иманын қозғапты, оятты, әсерленді бағанағы адам. Соменен тастап тұрып кетті де, бағанағы 200 динарды да алған жоқ. Аллахқа дуа қылып айтып жатыр, Аллах, осы нәрсені тек қана сен тақуа деген, Аллахтан қорқу дегенді еске алғанда, Аллах үшін ғана, сен үшін ғана егер тастаған болсам осы жаман істі, мына біздің қиыншылығымызды кеткізіп, біздің бәлемізді жеңілдетеді. Бағанағы тас кемеңдер. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, 7 адам бар. Аллах субханаху ва таала қияметте ол адамды арыштың көлеңкесімен көлеңгендіреді дейді. Солардың бірі, бір ер кісі, оны әдемі, құрметті бір әйел
жалғыз қалып бүткіл зинаның жолдарын дайындап зинаға шақырған уақытта мен Аллахтан қорқамын деп бас тартқан адам. Міне адам солардың қатарына кіреді деген үміт бар. Себебі өзі істеп жатқан болса да не болды ар жағына? Аллахтан қорқу деген нәрсеменен бұл арамды тастап тұрып кетті. Үшіншісі не деді? Үшіншісі, ей Раббым Алла, менің қолымда адамдар жұмыс істейтін. Сол адамдардың жұмысы біткеннен кейін әрбірінің ақысын бердім. Бір ғана адам ақысын алмай кетіп қалды. Соның дүниесін мен көбейттім. Бір уақыттар өткеннен кейін, ұзақ уақыт өткеннен кейін маған келіп, ей пәленше, я Абдаллах, әдетте Абдаллах деп шақырылады. Себебі барлығымыз Абдуллахпыз. Атын білсең білмесең, я Абдаллах. Менің ақым бар еді ғой, соны бер деп айтты дейді. Сонда мен оған мына сайдағы көріп жатқан түйе, сиыр, қой, құлдар, солардың бәрі сенікі деп айттым. Сонда, Абдулла, мені мазақтап жатсың ба? Әдетте адамдар ақысына әрең береді. Мынау ақысы ояқта тұрсын, өндіріп, өстіріп, көбейтіп, мына түйе, сиырлер шынымен адам мазақтап жатыр деп ойлайды. Сен мені мазақтап жатсың ба? Мені мазақтама деді. Сонда мына кісі, мен сені мазақтап жатқан жоқпын дегенде, бағанағы адам барып бүткіл сол түйе, қой, сиыр, құлдардың барлығын айдап алып кетіп, маған бір нәрсе қалдырған жоқ дейді. Машалла. Солай ма жоқ па? Ештеңе қалдырған жоқ дейді. Себебі ол қалдыруды үміттенбеген да, ықыласының мықтылығынан. Маған болсын деп емес, осы бір жұмыс иесінің несі ғой. Бір күн келгенде алар деп осылай әрекет қылған, Аллах береке беріп, осынша бір қайыр жиналған. Бірақ бағанағы адам еш бір түйе қойды қалдырмай бәрін айдап кеткен. Сонда Аллахқа дуа қылып, ей Аллах, осы істі егер сенің бетің үшін істеген болсам, біздің мына жағдайымызды жеңілдет дегенде, бағанағы тас толық ашылып, бағанағы адамдар үңгірден сәлеметтікпен шығып жолдарын жалғастырады. Мына қиссаның барлығынан алынатын үлкен бір пайда не ол? Аллахқа болған ықылас. Аллахқа болған не? Ықылас. Үлкен амал болсын, кіші амал болсын. Сөкті ме жоқ па? Ықылас. Бұл бір жағы. Екінші жағы кешеге айтқан амалдардың түрлері. Сен білмейсің, сені қай амалың жаннатқа кіргізеді. Сөкті ме? Қай амал сені жаннатқа кіргізеді? Білмейсің сен. Сол үшін қолың жеткен істі істеуге әрекет қыла бер. Сол амалдардың бірі ықыласпенен орындалса, ол кішкентай адамдардың көзіне көрінбейтін амал болса да, Аллах оны үлкен дәрежеде қабылдайды. Неменен? Жүрегіңдегі болған ықыластың тазалығынан. Сөкті ме жоқ па? Және бір нәрсе, адам басына күндер өтумен қандай бәле келетін екенін білмейді, дұрыс па? Бірақ адам өмірде қандай өмірде жасайтын екенін біледі. Адам келешекте не болатын екенімен шұғылданбай, бүгін қазір не істеу керек екенімен шұғылдану керек. Ибн Қайым рахимахуллахтың сендерге бұрыннан айтқан сөзі бар. Дүниенің күндері нешеу дейді? Үшеу. Кешегі күнің, бүгінгі күнің, ертеңгі күнің. Кешегі күнің өтіп кетті. Оны қайтара алмайсың. Ертең күніңе әлі барған жоқсың. Барасың ба, бармайсың ба, оны да білмейсің. Сенің оборотыңда осы қазіргі уақытың тұр. Қазіргі уақытың, міне. Қазір, неше болды қазір? Міне, 6-дан 38 минут өтіп. Сенің күнің осы. Сенің бар байлығың осы қазір. Қазір істеуге мүмкіншілік болған нәрсені істеп қал. Не істейсің? Өткен күнде, бүгін қазіргі күніңде, қазіргі сағатыңда, өткен күндерінде істеген күнәңа кешірім сұрап алсаң бола ма?
тауба қылып алсаң бола ма? Істе. Себебі мына уақытың тоқтап қалуы мүмкін. Келешектегі күнге дайындық көруге мүмкіншілік бар ма? Иә. Қазіргі күніңді сондай жақсылықтармен шұғылдандыруға әрекет қылып жақсылықпен өткіз. Түсінікті ме жоқ па? Мына адамдар қай бір күндерде бір жақсылық амалдарды істеп қалып еді, солай ма? Басына бәле келген уақытта Аллахпенен ықыласпен дуа қылуға әшейін келген жоқ қой. Сол салих амалы не болды? Пайда берді. Мұсибатқа түскенде, қиыншылыққа түскенде, басы фитнаға түскен уақытта несі пайда берді? Қазіргі амалы ма? Жоқ, өткен амалы пайда берді. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін адам фитна келуінен бұрында, келгенде де, кеткеннен кейін де оның істейтін амалы Аллахқа құлшылық ету. Түсінікті ме жоқ па? Негізінде адам қандай дәрежеде фитнаға түспесін, оны Аллахқа болған иманы мен дұрыс амалы ғана құтқарады. Болды. Тағдыр өтіп кете береді. Бір басыңа қиыншылық келсе, сабыр етсең де сол тағдыр өтеді, сабыр етпесең де тағдыр өтеді. Бірақ ықыласпенен болған адам сәлемет қалады сонда. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Бадиру бил а'мали фитанан ка қита'ил лейлил музлим. Қараңғы түннің бөлектері бар, иә? Жай кіріп келетін. Сондай түндеріне ұқсаған фитналар кіріп келмей тұрып амал істеп қалыңдар деп атыр. Мысалы, қазір біз жарықты отырмыз, иә? Мысалы, қазір светтерді өшіріп қойсаң да жарықпыз. Бірден егер аспанды бұлт басса, қап-қараңғылық болады мына жерде. Бірден көзімізге көрінеді қараңғылық, иә? Бірақ осы жерде светті өшіріп қойып отырсаң, асырдан кейін жай кеш уақыты басталады ғой. Жай. Қараңғылық болғанда да егер кітап оқып отырсаң, сезбей де қаласың қараңғылық келіп қалғанын. Сосын светті жағуға қажет болады. Қараңғылық бірден келгенде көз көрмей қалады, солай ма? Бірақ түн жай кіріп жатқанда кірген сайын адам көзі көре береді. Солай ма жоқ па? Жолын тауып кете береді. Сол үшін мысалы этаждан түсіп шығып келе жатсаң, бірден свет өшіп қалса, әшейін өзің жүрген этажыңды көрмей қаласың, дұрыс па жоқ па? Бірақ жай бір жерге қараңғылыққа, сол этажың қараңғылықтан қараңғылыққа өтіп бара жатса, көзіңді көріп бара береді. Міне, фитна саған осылай кіріп келеді саған. Өзің білмей қаласың, қалай фитнаға кіріп келдің. Сол қараңғылықта яғни байқамай кіріп келе жатқан фитнаның қараңғылығынан сені сақтайтын иманыңмен не? Амал. Сол үшін айтып жатыр, бәдиру бил амал. Амалдарға асығыңдар деп жатыр. Амал жасауға, Аллахқа болған иманменен дұрыс амал жасауға әрекет қылыңдар. Түсінікті ме жоқ па? Әр бір жақсылық бар ма қазір, артынан жамандық келіп қалуы мүмкін. Қайдан білесің? Дұрыс па жоқ па? Әр бір жақсылық істеп жатсың ба, бүгін істеп жатсың, ертең сол жақсылықты істемей қалуың мүмкін. Өмірде көрсең ондай нәрсе көп. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи вассалам не деді? Иғтаним хамсан қабла хамс. 5 нәрсе келуінен бұрын 5 нәрсені істеп қал деді. Сенде 5 нәрсе бар, қазір бар сенде. Біреулерде бәрі болуы мүмкін, біреулерде кейбіреулері бар. Солар ертең жоқ болып қалуы мүмкін сенде. Соларды істеп қал. Не ол? Ең біріншісі шабабака қабла харамик деді. Кәртеуінен бұрынғы жастық күніңді пайдалан. Бұл бүйтіп қарап тұрып, 30-ға да кіріп қаппын дейсің. Солай ма жоқ па? Бір күн қарап 40-қа кіріп қаппын дейсің. Солай ма жоқ па? Байқамай барып қаласың. Болмаса ол 40-қа кіруің үшін неше күндер, неше айлар, неше апталар, неше жылдар өту керек, дұрыс па? Бірақ байқамай қарасаң 40-қа кіріп қапсың. Қарасаң 50, қарасаң балаң емес, кеше балалы болып едің. Небереңді ұстап жүрсің, сол баланың баласы. Солай ма жоқ па?
байқамай өтіп кетіп қалады оның бәрі. Жастық уақытты пайдаланып қал. Кәртиіп қалсаң, мына жастықты істейтін нәрселерің болмайды. Істей алмайсың. Әшейін бір дәретіңді дұрыс ала алмайсың бауыр. Бір рүкуіңді дұрыс, қиямда дұрыс тұра алмайсың. Сәждеңді, рүкуіңді дұрыс істей алмайсың. Көп отырып Құран оқи алмайсың. Дұрыстап отырып дін үйрене алмайсың. Солай ма жоқ? Жастық уақытыңды пайдаланып қал. Кәртигеніңде сол жастықты алғаның пайда болады саған, иншалла. Кәртигеніңді білмей қаласың, иншалла. Қандай бір жамандыққа кірмейсің. Биднилла, Алла сақтайды. Екіншісі, шабабака қабла харамик, сиххатака қабла сақамик. Ауырмай тұрып, денсаулығың жақсы уақытын пайдаланып қал. Денсаулығың бүгін бар, ертең бар ма? Кім айтады бар деп? Кейбір адамдар бүткіл денсаулығының барлығына сақ болып, кейбір врачтардың туған туысқандары сақтанып жүреді де, Аллаху акбар, білмеген жерінен емделмейтін ауруға жолып қалған, өзі де білмей қалды. Анандай ауру емес, емі жоқ ауруларға жолып қалады. Алла сақтасын. Сақтанып жүрген адам солай болса, сақтанбаған мүмкіннің қайда қалды. Бүгінгі істеп жатқан сәлеметтігіндегі ибадат ертең ауруда істей алмай қалуы мүмкін. Бірақ сен сәлемет уақытында жақсы амалды істеуге үйренген болсаң, ауырып қалсаң да істегенде Аллах ажырыңды жазады саған. Біліп қой сол нәрсе. Наби саллаллаху алейхи айтады, қай бір пенде ауырып немесе сапарға шығып кетсе, не деді? Сәлеметтік уақытындағы және тұрғындық уақытындағы сауаптың барлығы оған жазылып тұрады. Саған сондай күн бар. Аллаху алам, қашан келеді? Кеп қалуы мүмкін. Бұл екіншісі. Үшіншісі, ва фарағака қабла шуғлик. Қазір боссың. Ертең бос болып қалуы мүмкін. Бос болмауы мүмкін. Сені шұғылдандырып қоятын бір себептер кеп қалады. Дүниенің не бір түрлі шұғылдандыратын нәрсесі бар. Дүние, ақша деген, әйел балашаға деген, жұмыс деген, тіршілік деген мың түрлі нәрсе бар. Оны артынан іздесең, Алла сақтасын, кете бересің. Қазір бостықта мүмкіншілігің бар ма? Амал істеп қал. Үшіншісі, айттыға, төртіншісі не? Біз айттық, не? Шабабака қабла харамик, ва сиххатака қабла марадик, ва фарағака қабла шуғлик, ва ғинака қабла фақрик. Қазіргі күндегі байлығыңды пайдаланып қал. Ертең кедейлік кеп қалуы мүмкін. Байлығыңнан, бай болғанда анау зекет беретін байлық туралы айтып жатқан жоқ. Қолыңда бар мүлк. Соны өзіңе дұрыстап істет. Әйелің балашаңа дұрыстап істет. Әке-шешеңе дұрыстап істет. Туған туыстарыңа дұрыстап істет. Кедей бишара мұқтаж адамдар бар. Бүгін істеп қалсаң, ертең сол істетуге жоқ болып қалуы мүмкін. Бұл мал, мүлк, бүгін сенікі, ертең біреудікі. Мысал, бір адам қайтыс болатын уақытында, ана үйді мана жетімге беріңдер, ана мәшинені анаған беріңдер деп айтса, айтқан сөз жүре ма? Қайтыс болатын уақыттағы айтқан сөз жүрмейді. Болды. Себебі ол мүлк кімдікі болып қалды? Балдарыныкі. Өлмей тұрып, ол мұрагерлерге өтіп кетеді. Өлім белгілері келген уақытта болды. Садақасы жүрмейді. 1/3 ғана өсиет. Мал мүлкінің бүткілінің 1/3 ғана жүреді. Болды. Басқасына жүрмейді. Демек, адамның жағдайы бар уақытында қолынан келетін жақсылықты істеп қалу керек. Ертең істей алмайтын жағдай болып қалуы мүмкін. Ең ақырында Наби саллаллаху алейхи айтады, ахаятака қабла маути. Өлім келуінен бұрын өміріңді дұрыстап пайдаланып қал. Себебі өлімде адамға бір фитна. Өміріңде дұрыс болатын болсаң, өліміңде не болады? Дұрыс болады. Наби саллаллаху алейхи айтады, кімнің ақырғы сөзі ла илаха иллаллах болса не болады деді? Жаннатқа кіреді. Жаннатқа кіру әшейін емес. Ла илаха иллаллах деп айта салады екенсің өліміне. Оған дайындық керек, Аллахтың тауфиқымен бірге. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін осы адамдарды осындай бір қиыншылықтан шығуға себеп болған нәрсе не ол?
істеген амалдары. Осы амалдар менен тавассул кылды. Демек, осы тавассулдың бір түрі. Және бір нәрсе, адам осындай бір қиыншылыққа түсіп қалған уақытта зарланып, әр нәрсені себеп қылып, жылап, шуын көтеріп, түсінікті ме жоқ? Бақырудың қажеті жоқ. Алла субханаху ва тағала тағдырмен болған іс. Аллахқа жалбарынсаң, бейднилlah, тағдырда болса бол, иншаллах, шешіледі. Бейднилlah. Бұл екінші тавассулдың түрі. Үшіншісі, бұл жақсылықта болған адамдардың дуасы саған. Бірақ оның шарты, сол жақсылықтағы адам алдыңда болу керек. И тірі болу керек. Түсінікті ме жоқ па? Алдыңда және тірі болу керек. Алдында болғаны, яғни сен жоқ адамнан сұрай алмайсың ғой. Сен жоқ адамнан сұрасаң, тірі ол, бірақ алдында емес. Содан сұрасаң, демек сен жоқ адамменен сөйлесіп жатсың. Ол дұрыс емес. Екіншісі, алдыңда қабірі тұр, бірақ ол тірі емес. О менде болмайды. Неге осындай шарт-шұрттарды қойып жатсыңдар? Не керегі бар осы шарттарды десе, айтамыз, Наби саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде салих адамның дуасымен тавассул келген. Солардың шарты бар осылай. Соған қараймыз. Құранда келген тавассул, дуаның тавассулы Юсуф алейхиссалату вассаламның ағайындары әкесіне айтады. Не дейді? Қалу я абана астағфир лана зунубана. Ей әкеміз, не деді? Біздің күнәміз үшін Аллахтан кешірім сұрап беріңізші деді. Инна күнна хатиин, біз қателескен пенделер едік. Қала, әкесі айтты, сауфа астағфиру лакум рабби, сендер үшін Раббімден кешірім сұраймын. Иннаху хуал ғафуру рахим, ол кешіруші және мейірімді деді. Әкелері кім? Яқуб алейхиссалату вассалам. Пайғамбар, салихтердің сәйіді. Солай ма? Исхақтың, Ибрахимнің балдары. Солай ма? Жақсылығында ешқандай күдік жоқ. Тірі ма? Тірі. Алдында ма? Алдында. Солай ма жоқ? Келді, осылай дуа қылды. Наби саллаллаху алейхи ва салламның өзінің өмірінде мысал қылып келтіріп Аллах айтады. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Егер олар күнә істеп, өздеріне, нәпстеріне зұлым қылып жатқан уақытта саған келіп Аллахтан кешірім сұрағанда олар және пайғамбарда олар үшін Аллахтан кешірім сұрап бергенінде олар Аллахты тәубасын қабыл ететін мейірімді болған суретте тапқан болатын. Наби саллаллаху алейхи ва салламға келгенде қашан? Тірі кезінде. Алдына келіп сұрайды. Тірі алдына келіп не? Сұрайды. Және сол жағдайлардың бірі, Наби саллаллаху алейхи ва салламның уақытында адамдардың бірі келіп, я Расул, Наби саллаллаху алейхи ва саллам минбардың үстінде тұр. Я Расулаллах, бізге құрғақшылық болды. Мына малдарымыз, жерлеріміз зиян көріп жатыр. Аллахқа дуа қылыңыз, бізге жаңбыр берсін дегенде, Наби саллаллаху алейхи ва саллам қолын көтеріп не қылады? Дуа қылады. Анас радиаллаху анху айтады, мына Сәлә деген таудың артынан бір тұрыс, не еді? Тұрыс. Қалқан секілді. Қалқандай бір кішкентай бұлт көрінді дейді. Сонымен былай келіп біздің үстімізде аспанда не жайылып кетті да, сол қара бұлтқа айланып
жаңбыр жауды. Наби саллаллаху алейхи вассалам минбардан түскенше сақалынан не ағады? Жаңбырдың суы ағып жатыр. Тура сол адам немесе басқа біреу дейді, кейінгі апта жұма күні және келіп, я Расулаллах, Аллахқа дуа қылыңыз. Мынау су басып бәрі жер қиын болып кетті дегенде, Наби саллаллаху алейхи вассалам, Аллах біздің үстімізге емес, жан-жағымызға жаңбырды тоқтат демеді, себебі жаңбыр жақсылық. Біздің үстімізге емес, жан-жағымызға, төбеліктерге, сайларға, бағанағы адырларға болсын деді. Бірден жаңбыр тоқтады. Бұл не қылып жатыр? Салих, Наби саллаллаху алейхи вассалам, салихтардың сайыды, Яқуб сияқты келіп сұрады. Және сол сияқты Омар ibn Хаттаб радиаллаху анхуның уақытында құрғақшылық болғанда, Омар ibn Хаттаб Бақиға шықты. Қайда Бақи? Міне осы арада. Алдыларында тұр. Шығып, Аллахқа дуа қылды. Аллах, біз пайғамбарың тірі кезінде о кісіге тавассул қылып сұрайтын едік бағанағы. Тавассул, бізге дуа қылып беріңіз деп дуа қылып сұрайтын едік. О кісі дуа қылатында, сонымен бізге жаңбыр беретіне. Енді Наби саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болған. Солай ма жоқ па? Біз саған пайғамбарымыздың ағасы Аббас пенен тавассул қылып жатырмыз. Бізге жаңбыр бер дегенде, Аббас пенен сұрап жатырмыз деп қойды ма жоқ? Не деді ар жағына? Аббас, тұр дуа қыл деді. Демек, немен тавассул мына жерде? Аббастың өзімен ба? Өзімен ба? Дуасы. Солай ма жоқ па? Енді мына жерде тавассул қылдыңдар болды деген жоқ қой. Наби саллаллаху алейхи вассаламға келіп тұр, тавассул қылғанында үндемей қоя салмады ғой. Наби саллаллаху алейхи вассалам дуа қылды. Дуа қылғаны осы тавассул. Солай ма жоқ па? Аббас та тұрып не қылды? Дуа қылды, жаңбыр түсті. Тура сол сияқты Муауия радиаллаху анху күндерден бір күні сол не болған уақытында, осындай бір құрғақшылық болған уақытында адамдарды жинап, қаны Язид ibn Асвад al-Jurashi қаны деп сұрайды. Ол артта болады. Язид ibn Асвад al-Jurashi бұл сахаби емес. Табииндердің бірі. Табииндердің ішіндегі құрметті адамдардың бірі. Муауия кім? Сахаби. Бер келді. Қауымдардың ішінен сапты кесіп өтті. Алдына келгенде не деді? Аллах, біз саған дуа қылып жатырмыз. Неменен? Ішіміздегі ең абзалдың шапағаты менен. Ол кім? Язид ibn Асвад al-Jurashi. Бағанағы адам дуа қылды. Аллах жаңбыр берді. Тура сол сияқты осы Язид ibn Асвад менен Ад-Дахак ibn Қайс деген бір әмирде тавассул қылады. Дуа қылады. Демек осы жерде барлығы немен болып жатыр? Салих адамдардың дуасы менен не болып жатыр? Тавассул болып жатыр. Себебі солардың дуасы жақсы адам болғандығы үшін қабыл болуға лайықтырек деген мағынада. Түсінікті ме жоқ па? Осы менен жалпы шариғаттағы рұқсат етілген, бәлкім шариғатта қызықтырылған десек те болады. Себебі бұл нәрселер шариғатта айтылғаннан кейін ол сүннет. Шариғатқа сай болған дуадағы тавассулдың 3 түрі осымен бітеді. Енді оның қарсысында тавассулдың екінші несі бар? Түрі бар. Қандай тавассул десе, шариғатқа қарсы болған тавассул. Оны иншалла ертең аламыз. Субханакаллаху ва бихамдика.